Сәлем қыздар, біздің Ақтастархан YouTube арнасына қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен дәл осындай дәмі тіл үйіретін ерекше Самарқанд нанын әзірлейтін боламыз. Ол үшін бізге әрине сары май керек болады. Сары майымызды осылай газда ерітіп аламыз. Міне еріді, оның үстіне аздап бал қосамыз және сүт қосамыз. Мөлшерін және керек заттарды описание бөліміне жазып кететін боламын, сол жерден көрсеңіздер болады. Үстіне жылы су, татымына қарап тұз қосып та жақсылап араластырып аламыз. Қантты да қалауларыңызша қоссаңыздар болады. Қатты тәтті болсын десеңіздер, әрине көбірек қосуға да болады. Оның үстіне жұмыртқамызды да жарып, жақсылап біркелкі етіп бәрін араластырып аламыз. Өте ерекше жұп-жұмсақ нан болады, міндетті түрде істеп көрсеңіздер болады. Ашытқымызды осылай сүтке аздап қойып қопсытып алып қоссақ, жұп-жұмсақ әрі жақсы көтеріледі. Енді ұн қосып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Және қамырымызды жылы жерге ашығанша 2-3 сағатқа қойып қоямыз. Не қамырымыз ашыды, енді оны бөліктерге бөліп, нан жасаймыз. 4 нан шықты, 4 бөлікке бөліп алдық. Енді Самарқанд нанының жалпы безендірілуі, жасалу жолын осы жерден көріп алсаңыздар болады. Қамырымызды орташа етіп жайып аламыз. Және пышақпен дәл видеодағыдай етіп, кесіп, әдемілеп шығасыздар. Бұл нанды жесеңіздер, дәл Самарқандтағы нанды жегендей сезімде боласыз. Және қонақ келсе де, күнделікті өздеріңізге де арнап, осылай әдемі етіп пісіріп қоюға болады. Бәрінде таң қалдыратын, дәмі де ерекше, жұп-жұмсақ Самарқанд нанын міне осылай әзірлейсіздер. Дәл видеодағыдай етіп, әсемдеп, өрнектеп шығамыз. Пергамент қағазының үстіне салып, жұмыртқаның сарысын жағамыз, сонда сап-сары болады. Үстінен аздап күнжіт қосып жібереміз де. Сонда өте әдемі болады. Үстін жарты сағатқа жауып қоямыз. Шамалы көтерілгеннен соң 180 градус пеште 20-25 минутта пісіріп аламыз. Міне Самарқанд нанымыз дайын болды. Қараңыздар, қып-қызыл, жұп-жұмсақ, өте дәмді Самарқанд наны. Міндетті түрде жасап көріңіздер.